Бұл жерде сен біздің Маңғыстаудың әндерін, Жетіқайқының әндерін, тек қана Жетіқайық емес, тек қана Маңғыстау емес, бүткіл елдің, бүткіл қазақтың әндерін жақсы орындайтын, жақсы білетін өнерпазсың. Сол жөнінде бір әңгіме айтып, әндердің тарихын айта отырып, сол енді бір осыны жүргізсек деген ойымыз бар. Ал енді Жетіқайқы, біздің Маңғыстаудың Жетіқайқысы өткен. Жетіқайқы дегенмен де оларды жеті деп ат қойғанмен де сол тізбекке еңбек алған керемет әншілер болған. Олардың әншілік өнерлері олардан кем де емес. Мысалы үшін Қайып немесе Қойбас деген сынды әншілер тағы да көп. Енді сол осы әншілер жөнінде біздің Маңғыстаудың Жетіқайқысы жөнінде әңгіме айтып, солардың кейбір қайқылардың әндерін орындап беруді сұраймыз. Ең бастысы күріш солардың жаңағы әндердің шығу тарихы, әншілер жөнінде айта отырып, әлеуметтің алдында. Енді Мұсаке Жетіқайқының әндерін білесіздер. Домбыра қолға алынбай тұрысынан тас темірден басталады ғой. Ол әннен бастап жібересің ғой. Бір андау сатып алдым ғой, құнан нарғаңа, берейін оны айтып құмарларға. Итта оспаяғыдай аңқымайсың, жас келіп қартайған соң ғой, амал бар маңа. Амал бар маңа. Қара нар жүктер танмайды ғой, бел кеткен соң, сардада құлазидың ғой, ел кеткен соң. Сүйреткен божарғаның ғой, шылбырындай, қылаңға сөз ередің ғой, бой жеткен соң. Бой жеткен соң. Қолыма ұстағаным ғой, қуқарғай, дауысым саған не болды, зырғанамай. Күлмейік, ойнамайық деп жүрсек те, дүние барады өтіп бір қарамай. Бір қарамай. Ой, сау бол, рахмет. Енді осы біздің Маңғыстаудың әндері дейміз, күріш. Маңғыстаудың әндері. Жетіқайқы дейміз, сол осы біздің әндеріміздің ерекшеліктері неде? Басқа әндермен салыстырғанда орындау әсерлігі, кейбір әуендерінің осы жөнінен енді өзің жақсы білесің ғой. Енді мен қай елдің әні болса да айтарым, мына қай әнші болса домбыраны жақсы тартып, соған домбыраға қосылып сөйлеп отыратындай. Бір жобаға салып қойып тыңқылдатып, дауыс айқайлай бергенмен келіспеседі. Қазақша айтқанда біздерде мына пернемен қоса жабыстырып айтып отырады қалмай. Жырда да, әндерде де бір ерекшелік сол дерден. Екіншіден сосын әркім өзің жерін, табиғатын, ауасын, суын дегендей сүйет.
туған жердің. Біздің мына даламыз қандай кең болса, ормансыз, алыс шексіз далаға сондай дауысы бар әншілер алдың әннің ауқымын, өресін кеңейтіңкіреп кішкене салатын. Сонысымен ұнап нетеді ғой. Мысалы үшін мынау Тастемірдің әндерінде. Тастемірдің атақты Маңғыстау. Бір қыс ерте түскен жылы Маңғыстаудың ойына келіп, қолап үлгерілмей мал шаруашылығы бар адам. Мынау Қызылорда облысының ауданының өсіңі Атырау облысындағы соның миялының құмына қыстап қалып, сол жерде сағынып шығарған әні ғой Маңғыстау сағынған. Тастемір өзім атылмау ағам нұрым алқадау жан сөйлемеусің бізден бұрын адайдан шауып шыққан-ау тұлпар едігі ежелгі елден қалған ескі аужырым ескі аужырым Маңғыстау ойың терең-ау тауың биік-ау айналып кете алмадым-ау көзім қиып Маңғыстау сені тастап-ау кеткеннен соң көзімнің жүре алмадым жасым тыйып жасым тыйып Ақсыңқар ұялайды-ау талбасының-ау сыйынар қысылған жауын-ау Алласына Алладан әмір бұйырған болғаннан соң мен кепіл шыбын жанның қалмасының қалмасының Ой, сауға рахмет. Енді күріш жаңа айттық қой, мына елдің бой жасаған тізімі жаңағы жеті қайқы деген негізінде сол тек жетеу емес, кейіннен солардан да кем емес әншілер келтіріледі. Қожантай Қойбас, немесе атақты жаңа Қайып деген сияқты және мына елдің енді пікірі сол қайқылардың қазіргі бір енді өзімсің жалғасы деген сияқты. Сол енді жаңағы Қайып жөнінде әңгіме қылсақ осы. Немесе Қожантай Қойбастан бір ән салып жібересің бе? Дәлейшіма. Дәлейшім. Қашадың-ау кең тоғайдан-ау арлан бұрын
шайдан берің ит дауысы баяғыдай аңқымайсың еркемнің анау қойған ой еркем шайдан берің ауылдың қонған жерің қиқым көлді қайқулап қиқым көлген ой еркем жылқым келдің есімен беу бұраң белау сен түскенде үстінден боз жорғаныңсың ой еркем ұйқым келдің ойға рахмет. Енді күріш жаңағы қайбы жөнінде. Бұл енді біздің еліміздің бір аңызға айналған адамдары ғой. Ақбөбек пен қайып. Ана жылы 95-ші жылы ма екен? Екеуміз Иранның Горбасына барғанда Соғалада сол жаңағы кімнің Ақбөбектің оның жаңағы күйеуі Есбергеннің және баласының іздеп жүріп бүткіл Ирандағы қазақ шалдарынан, адай шалдарынан сұрай жүріп зорға дегенде таптық жатқан жерлерін. Сол енді сол Ақбөбектің қайбы жөнінде атақты жаңа Ақбөбек әні жөнінде айтып, соны орындап кетсең деп сұраймыз. Ақбөбектің Сәкенді бірге болдық, көрдіңіз ғой өзі. Жаңағы баласы Мақсұт, күйеуі Есберген Ақбөбектің шоғының басында қосшырықтай қаланың қақ ортасында қалын бір үйдің бұрышында үш қана тас жатыр. Ал ол тастарды оны көз көріп, ол жерде өмір сүрген қолдардан жерлеп, бабасына жаңағы белгі қойған адамдардың бәрі көз кеткеннен кейін қазақ халқы енді міне егемендік алғаннан кейін елдеріне оралып жатыр. Бәрі кеткеннен кейін бір күні ол үште жүрді тас сүртіліп кетіп, орны белгісіз болып қала ма дейтін ой бар. Мысалы үшін жаңағы өзің айтып отқан атақты қайып, анау Тіней Өгізбай ақын, жауынгер жыршы Қалнияз бар. Бәрі де мысалы үшін анау Қорғантөбе дейтін қауымда жатыр. Ол ел кеткеннен кейін қадірлеп ұстап тұрып, адамдар кеткеннен кейін ол ескерткіштің кішкентайынан қойылған белгі жоқ. Сондықтан да елдің халық бар мәдениет және ол мәдени мұраларды қорғау жөнінде департаменттер біздің солардың бастарын ескерткіш қойып белгі қойып кететін болса, я болмаса бір мрамор тақтасын қойып ат жөнінде кетсе, жаңағы Горган қаласында жатқан Ақбөбектердің молалары жоқ болып кетуі мүмкін. Осыдан 4-5 жыл бұрын ғана Сапар Мұраттың атақты Түркменнің классик Мақтомқұлы Түркменнің Аққала дейтін қаласында жатыр ғой. Соның басына ескерткіш тұрғызып, мәдениет министрі бар. Ескерткішті қойды. Соның бәрі сол атақты ұрпақты жоқ қылмауға арналып жатқан зат қой. Сол байланысты шетте жатқан өзіміздің жаңағы керемет ескерсек дейсің ғой. Ал енді атақты Ақбөбек.
кеткенің бен серттен таяу адамда алайрар бөбегіме енді аузайым ақ бөбек танымасаң танытайын баласы қорабайдың бөбегіме атым қайым атым қайым ақ бөбек сайқылықпен бұлаңдайсың сұм жалған өтер десең бөбегіме тіл алмайсың алтайы құмнан қашқан түлкідей көрсетпей қырар қаңдау бөбегіме бір алдайсың бір алдайсың ой сау бол енді күріш сен біздің қазір Маңғыстаудың әндерін айтып отырсың, бірақ тек қана сен Маңғыстаудың ғана әншісі емессің. Бұл атағы елге белгілі. Біздің қазақта керемет әншілер көп болған, солардың бәрінің де әндерін білесің. Тіпті мен айтар едім, сен тек қана қазақ әндері емес, бүткіл мына орыс әндерінде, украин әндерінде керемет жақсы орындайсың. Сен сол анау Москваға барғанда немесе Киев шаһарларына барғанда кейбір өзіңнің отырған орындарында, жиындарда ән салып, бүткіл орыс халқын, сол жердегі украин халықтарында үстіңе үйреткенін біз бәріміз білеміз, естідік. Сонда енді біз жерде Маңғыстаудың әндерін айтып жатырмыз ғой, сен біздің өзіміздің жалпы қазақтың керемет әншілерінің анау басқа өңірлердегі Қан Сері, Мәді сияқты әншілердің бір әндерінен салып жіберсең деп сұраймын. Немесе өзіміздің жаңағы батыстың майталманы мұхиттың әндерін бір жаңағы ағиістерді тарихымен айтып жіберсең. Мұхиттың әндері енді белгілі көп қой бізге. Мұхиттың әндерінің жаңағы сазымен қоса әңгімелерін шығу тарихын жеткізген марқұм Ахмет Жұбанов академик. Сол мына Ағиш әнінің, Айнам көздің басқа да әндерінің шығу тарихы жөнінде Ағиш әні қалай шықты деген аяқта былай деп бізге ес салып қалдырыпты. Бір қары қалың қыста азғантай отырған малы бар мұхиттың ауылы малы жұтап қалыпты. Соны жұтап қалған ауылдың ақсақал қарасақал жиналып, шарағым мұхитжан, өзің барып қайтпасаң мал сұрап мынау жақын жерде Оразбай дейтін ағайынымыз бар, біз алақанымызды соңға бере қоя ма? Не де болса аузыңның желі бар, көмейіңнің әні бар, өзің барып қайт деп мұхит жібереді. Жолда кетіп барады мұхитты ойлайды. Менде барып 80-нің 5-іне келіп отқан Оразбай ағам өзі үлкен кісі, өзі бай дейтін мырзасы болады, сараңызда болады. Соларға бірінші айтқан сараңдау жағына кездесіп қалу мүмкін. Не де болса сол уақыттағы билікте, байлықта қолында отырған, сол үйді билеп отырған бірден бір кісі жас 40-тардан жаңа асып баратқан Ағиш дейтін Оразбайдың 4-ші бәйбішесі әйелі. Сол кісі мақтап шығарайды. Не де болса сол жеңгені мақтаған бірдеме шығар деп. Жеңгесі Ағиш десе, Ағиш келістік адам екен. Бірақ сол кездерде жаңағы
томсығын бір құрт жеп қойып, томсықтың бұтып кеңсірігі жоқ, белгісінен түймеде томсықтың ұшы қалған бет ауызда сондай ғана жаңғыз міні бар екен. Мұхиттың енді суреттеумен тіл байлығы жетпесін бе, жеңгесін мақтап, 2 куплет, 8 жол өлең шығарыпты. Сонда көзін, маңдайын, қасын қабағын, аузын бәрі мақтап келіп, томсыққа соқпай өткен екен. Соған көңіл толған болу керек. Шағым қайным, рахмет, мына әніңе 2 куплет, 8 жол өлеңге, әрбір жолына 1 бойдақтан деп 8 есектей бойдақ айдат жіберіп 8 жол. Сол 8 бойдақтың солы болған ақ естейтін әннің шығу тарихы сол болғанмен әнін мынау тыңдап көріңдер. Ақ ес сұлулығың-ау атыңа сай, ақша бет қарақат көзі жазық маңдай. Ақ бетің ақ күмістей-ау жарқырайды-ау, артық жан сенен сұлу. Болсын қандай, сәулелі сенен сұлу-ау, күн мен ай жоқ, сағынып іздемескен менде жай жоқ. Сағынып іздеп-ау келгенімде, болғаның махаббатқан атқандай Бұл жаңағы сол әннің шебер айтылуының, сол керемет анау мақтауын жетістіруінің, сұлудың андай мұндай кемесі болса да, соны келістіріп тұр енді. Жалпы мұхит әншілігімен, мұлай ақындығымен ғана емес, соны көріп тұрған затың сурет танылымын өте ажарлап, сондай ма әсерлі өлдім тірілдеген деген сөз емес, кәдімгі керемет көз қарасы. Мысалы үшін мен бір суреткердің көз қарасындай қылып көріп тұрғанымын, сондай қылып айта алмас едім. Мысалы үшін тағы бір әнін байқап көрейік, сұлулықты суреттеудегі бір әні мұхиттың. Күреңшай қара бүйрау құмандағы, ақ жүзіңе айдан аппақ тұмандағы, ылтипаты көп ішінден-ау берсең маған, жолыңда жалғыз күтіп тұрамдың. Жайықтың ау жағасында жар боламай, заманыңа күннен күнге тар боламау, құрбымен өлің теңге сау ойнада күлей, бұл дәурен ертең бар боламай. Жайықтың ат суардым ау жағасынан, 300-ның өздірдім ау баласынан, жастықтың салқамындан ау салдық сайраны, Оралмен
орынбордың ауарасынан күріш енді мына әннің қызығын отырып уақытымыздың өтіп кеткенін де байқамай қалыппыз, уақыт болып қалыпты. Енді сен тек әнші емес едің, жырды айтатын едің, енді кішкене мына уақыт треніп қалды. Тағы да кездесерміз. Ал құрметті халайық, бүгінгі мынау аз қаласа әлеумет телехабарымыздың бүгінгі осы көрінісі бітті. Осыменен тағы да кездескенше қош сау болыңыздар. Маңғыстау бойың терең